Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз әдебиеттік оқу. Сабағымыздың мақсаты бізді мазалаған сұрақтар. Адам ұшуды қалай үйренді? Александр Белял. Сабағымыздың мақсаты оқиғаның дамуын болжаймын, себебін түсіндіремін. Таныстырылым түрінде шығармашылық жұмыстар ұсынамын. Бізді мазалаған сұрақтар. Суреттегі сұрақтардың қайсына жауап бере аласың? Дайындал. Ғарышқа не үшін ұшады? Құстар қалай ұшады? Доп неге шар сияқты ұшпайды? Ұшуды кім ойлап тапты? Александр Романович Белялов 1884 жылы дүниеге келіп, 1942 жылы дүниеден озды. Ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қосмекенді адам» атты су астында өмір сүре алатын адам туралы кітаптары бар. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмдерде түсірілген. Түсініп оқы. Адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылы ауада көтерілетінін адамдар ерте кезден-ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатында пайдаланған ағайынды француздар монгольферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. 10 минут ішінде шар 1000 метрлік биіктікке көтеріледі. Осыдан кейін-ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Монгольферлердің аэростаты. Леонардо да Винчи жасаған планер. Яғни бұл жарғанатқа ұқсайды. Леонардо да Винчи суретші. Кейбір адамдар қанат байлап, биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулері ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болған. Алғашқы планердің үлгісін суретші Леонардо да Винчи жасады. 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін, тіпті одан да биікке басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндағы биіктікте адамға ауа жетпей қалмауы үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтіндей арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді. 11 шақырымға одан да биік ұшатын осындай аэростатты стратостат деп атады. 4-ші суретіміз дирижабль. Дирижабль басқаратын аэростат. Бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті. Өйткені оның ішкі қабатын жұқа матадан жасайтын. Оны сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін сутегі газбен толтыратын. Сондықтан да өте қауіпті еді. Планерлердің небір түрін жасады. Олардың сыңар қанаттысы, қос қанаттысы, үш қанаттысы да бар. Дегенмен планерлер өзін әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де жылдам ұшып, мыңдаған шақырым жерлерді шарлағысы келді. Мәтіннің түрін анықтайық. Яғни адам ұшуды қалай үйренеді мәтіні? Ертегі ма, әңгіме ма, мысал ма, танымдық мәтін ба? Қай түріне жатады? Сұраққа жауап беруге дайындаламыз. Әрмен қарай дәптерімізбен жұмыс. Ең алдымен әуе шарының суретін салып, безендіреміз. Оған ат қоямыз. Қорытындыла. Яғни оқушылар,
Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе сіздерге тапсырма. Армандар оңай орындалады ма? Бүгінгі заманда ұшақ, тікұшақ болмаса, адам үшін қандай қиындықтар болар еді? Әңгімелеуге дайындал. Үйге тапсырма. Адам ұшуды қалай үйренеді? 6-7 бетті мазмұнын айтуға дайындал. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.